Кешір құрметті көрермендер, сіздердің алдарыңызда хейтерлер сұхбаты бағдарламасы. Бүгін біз осы хейтерлерден сұхбат алатын боламыз. Көшеден блогер Айбектің хейтерлерін табуға тырысамыз. Енді хейтерлер өте аз деген ойдамыз. Сонда да енді іздеп көреміз. Енді қолыма мән бермеңіздер. Кеше қолым хейтерлермен төбелесем деп қанатып алдым қолымды. Сіздермен бірге бүгін мен осы бағдарлама жүргізушісі аты жоқ жігіт, ал біз бастаймыз. Мен қазір ар жақта бір адам келатыр, содан сұрақ көрейік. Сіз блогер Айбек танисыз ба? Блогер Айбек, иә, танимын. Шынымен танисыз ба? Жоқ. Сіз жап жүрген танимын деп айттыңыз ба? Себебі мен оның хейтерімін. Енді сіз осы хейтерлер бүгін хейтерлер сұхбаты деген бағдарлама, сіз дәл келдіңіз. Енді сіздің блогер Айбек каналына хейтер болуыңызға не себеп болды? Мен оның видеоларын жек көремін вообще. Видеолары ішіп сырарлық. Оған мен дизлайк бас сөйтіп жүре беремін. Сіз неге оған құрдан-құр сразу хейтер болып кетесіз? Оның қалған видеоларын қарап барыңыз, тек бір видеоны қарап, сіз хейтер болып кете берсеңіз, енді блогер Айбектің арнасында хейтерлер толып кетеді. Қалған видеоларын қарап көріңіз, бәлкім қызық шығар. Не дейсіз? Жоқ, мен оның барлық видеоларын қарадым. Барлық видеолар ұнағанда шындыма бит-бит түсе береді, өзімен өзі қуама сондай. Вообще мен оның хейтерімін. Дизлайк басам, өзім комментарийға ақыл айтып кетемін. Бала кезден сондаймын, мен ақыл айтқан жақсы көремін. Рахмет, хейтер мырза. Енді біз қазір тағы да бір-екі хейтерді іздейміз да, содан сұхбат алатын боламыз. Біздің осы сұхбатымызға түскеніңізге үлкен рахмет. Хейтерлер сұхбаты бағдарламасына не айтасыз енді? Осы жалғассын ба? Сіз енді өзіңізді блогер Айбек арнасына хейтер ретінде көретін боласыз? Бұл жалғасады, әлі де мен хейтер болып жүре беремін. Ақылымды айтып жүре беремін. Құдай кезімде сондаймын мен. Барлық адамға ақыл айтқан жақсы көремін. Енді не деймін, блогер Айбектің хейтерлеріне сәлем жолдаймын. Хейтерлер алға! Көшеде жан жоқ, адам іздестіру керек екен. Сәлеметсіз, сіз блогер Айбектің каналын білесіз? Саламатсыз. Блогер Айбек танимын мен, айтпашы маған оны вообще. Айтпа маған блогер Айбекті, түсіндің бе? Сен бала. Аға күн бұлтты күні еші, күзді күні көзіңізге әчкей қалыпсыз, ол не себептен? Әчкей сразу бәрін көріп басыңдар де. Бұл дегеннен сән үшін қыздарды жайлап қыздарды сындырайын деп киіп алған ғой әчкейді. Блогер Айбектің видеоларын көрдіңіз сіз? Мен саған айтпа дедім блогер Айбек. Айтпа маған вообще. Мен оны қарамаймын вообще. Мен хейтермін оны. Қысқаша айтқан. Блатной хейтер деген болады ғой, менің атым блатной хейтер. Түсінің ба? Айтпа маған оны. Енді тағы аузыңнан блогер Айбек жайлы сөз шықсын, сындырам сен. Блогер Айбек, блогер Айбек. Ал хейтерлер, сіздер блогер Айбекке дизлайк басып, жаман комментарий жазып, оны видео түсіруден тоқтатам деп ойламаңыздар. Себебі ол видео түсіруін тоқтатпайды, қазақ ютубын дамытып, осы қазақтың атын бүткіл елге шығаруға атсалысады. Сондықтан да ютуб тоқтатам деп ойламаңыздар. Бүгінгі бағдарламаға блогер Айбектің өзі келе алмай қалды. Сондықтан да хейтерлер және де көрермендер ренжімеңіздер. Келесі бағдарламада кездескенше сіздермен бірге болған мен аты жоқ жігіт. Сау болыңыздар. Рөлдерде ойнаған бірінші хейтер Дамир Бейсенбаев, екінші хейтер Айбек Төрәлиев, жүргізуші блогер Айбек, оператор Өрен Хашкиалди, режиссер Керим Шакиалди.